Сондай-ақ Алла бұл жәрдемді бірсыпыра кәпірді өлтіріп, енді бірсыпырасын тұтқынға түсіру арқылы күпірлік қылғандардың бір тобын жою мақсатында, ал қалғандары түніліп сорлап қайтсын деп көрсетті. Уа Мұхаммед, мұның бәрін істеген Алла. Әсілі сенің бұл іске еш қатысың да, ықпалың да жоқ. Алла қаласа, оларды тәубеге, иманға келтіріп, күнәларын кешіреді. Қаласа, оларды күпірлікте табандаған залымдар ретінде азаптайды. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі жаратылыс атаулының бәрі бір Аллаға тиесілі. Ол қалағанын жарылқап кешіреді, қалағанын азаптайды. Алайда Алла ғафур. Құлдары қанша жерден күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе тәубе етіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, пайызды еселеген үстіне еселеп өсім жемеңдер. Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан құтылып мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Сондай-ақ кәпірлер үшін әзірленген тозақ отынан иманға келіп, игілікті істер атқару арқылы сақтаныңдар. Алла һәм елшісіне қалтқысыз бағыныңдар, сонда екі дүниеде де мейірімге бөленесіңдер. Раббыларының кешіріміне һәм шынайы тақуалар үшін әзірленген кеңдігі 7 қат аспан мен жердей болған жұмаққа асыға ұмтылыңдар. Нағыз тақуалар кеңшілікте де, таршылықта да Алла жолында садақа бергендер. Ашу қысқанда өзін ашуландырған адамның сазайын беруге шамасы жете тұрып, ашуын жеңе білгендер һәм адамдарға кешірімді болғандар. Шүбәсіз Алла міне осындай ізгі жандарды жақсы көреді. Сондай-ақ олар жағымсыз іс істегендерінде немесе күнәға батып өз-өздеріне қиянат жасағандарында бірден Алланы еске алып күнәлары үшін кешірім сұрайды. Күнәларды Алладан басқа кім кешіре алады дейсің? Сондай-ақ олар бір рет істеген күнәні әдейі қайта-қайта істемейді. Олардың алатын сыйы, қарымы, Раббыларының кең кешірімі мен жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңге қалып бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білгенін іске асырып, игілікті істер атқарғандардың алар сыйы не еткен ғажап десеңші. Сендерден бұрын қаншама ғибратқа толы оқиғалар, қаншама шариғаттар өтті. Олай болса жер бетін шарлап, Алланың хақ діні мен пайғамбарларын жалғанға шығарып сенбегендердің ақыры не болғанын өз көздерімен көрдіңдер. Міне бұл, яғни тарихта орын алған ғибратқа толы оқиғалар. Адамдарға ақиқатты ашық баяндау және тақуа жандар үшін тура жолды көрсету һәм нағыз насихат. Уағыз насихат. Уа иман мүміндер, ұнжырларын түсіп, жасымандар, қайғы мұңға салынбаңдар. Егер шын мүмін болсаңдар, сендер үстемсіңдер. Егер сендер Ухудта жарақат алған болсаңдар, сендерге қарсы соғысқан қауым да Бәдірде дәл солай жараланды. Міне біз ондай жеңісті күндерді Алла шынайы мүміндерді анықтасын. Сондай-ақ араларынан иман ақиқаттарына куә болатын бірқатар куәгерлер немесе шейіттер таңдап алсын деп адамдар арасында алма-кезек ауыстырып тұрамыз. Шүбәсіз Алла күпірлікте табандап күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасаған залымдарды жақсы көрмейді. Сондай-ақ Алла иман келтіргендерді күнәларынан тазартсын һәм кәпірлерді бірте-бірте түп тамырымен жойып жіберсін деп, ондай жеңісті күндерді адамдар арасында алма-кезек ауыстырып тұрамыз. Алла араларындағы хақ жолда күресіп жүргендер мен сабырлы жандарды анықтап, өзгелерден ажыратып алмайынша бірден жаппай жұмаққа кіреміз деп ойладыңдар ма? Сендер өліммен бетпе-бет келмей тұрып, шейіт болып өлуді тілейтін едіңдер. Міне, енді соны өз көздерімен көрдіңдер.
Алайда сендер бұрын сонды шейіттікті аңсамағандай құр қарап тұрсыңдар. Мұхаммед ақиқат жаршысы ретінде жіберілген елші ғана. Одан бұрын да талай елшілер келген. Егер ол ажалы жетіп көз жұмса, немесе өлтірілсе, сендер кері кетіп діннен шығасыңдар ма? Кім кері кетіп діннен шықса, онысымен Аллаға мысқалдай да зиянын тигізе алмайды. Алла тура жолда жүрудің қадірін түсініп, шүкіршілік етушілерді жақында мол сый-сияпатқа бөлейді. Ешбір жан Алланың қалауынсыз о бастан жазылып қойған ажалы жетпейінше өлмейді. Кім дүниенің сауабын қаласа, оған одан өзіне тиесілі сыбағасын береміз. Ал кім ақырет сауабын қаласа, оған да өз сыбағасын береміз. Шүкіршілік етушілерді жақында міндетті түрде сый-сияпатқа бөлейміз. Қаншама пайғамбарлар өтті. Олармен бірге өздерінің хақ жолына атаған көптеген құдайшыл тақуа жандар Алла жолына ақиқат үшін соғысты. Олар Алла жолында бастарына келген ауыртпалықтарға еш мойымады, жасымады және жау алдында тізе бүкпеді. Алла сондай сабырлы жандарды жақсы көреді. Олар дұшпанмен бетпе-бет келгенде бар болғаны: уар Раббымыз, күнәларымызды әрі міндеттерімізді орындауда һәм басқа да істерімізді артық кеткен жеріміз болса, кешіре көр. Бізді жау алдында табанды қылғайсын, һәм бізге кәпірлер қауымына қарсы жәрдем беріп жеңіске жеткізгейсін деп жалбарынған еді. Сол үшін Алла оларға дүниенің сауабын, игілігін һәм ақыреттің сондай керемет сауабын жұмақты нәсіп етті. Алла тағала ондай ізгі жандарды жақсы көреді. Уа иман келтіргендер, егер күпірлік қылғандарын айтқанмен жүретін болсаңдар, сендерді кері кетіріп діннен шығарады. Нәтижеде дүниеде де ақыретте де зиянға ұшырайсыңдар. Керісінше сендердің иелерін Алла, ол ең жақсы медиткер. Алла хақында Құдай екендіктері ешбір дәлел түсірмеген нәрселерді, яғни пұттарды оған серік етіп қосқандары үшін күпірлік қылғандардың жүрегіне үрей саламыз. Олар мәңгілік тұрағы жалын атқан жаһанам. Күпірлікте табандап Аллаға серік қосып, өздеріне қиянат жасаған залымдардың мәңгілік тұрағы қандай жаман. Алла сендерге берген уәдесін орындады. Оның қалауымен дұшпанды қынадай қырған едіңдер. Алайда жан тәндерімен қалаған жеңісті сендерге осылайша көрсеткеннен кейін олжаға қызығып, босансып қалдыңдар һәм де орындарынан тапжылмаңдар деген қатаң бұйрық төңірегінде дауласып, ақыры Алла елшісінің бұйрығын орындамадыңдар. Араларында дүниені қалайтындар бар еді, әрі ақыретті қалайтындар да болды. Сондықтан Алла сендерді сынап көру үшін өздерін біраз жерге дейін тықсырып келген жаудан қашуға мәжбүр етті. Соған қарамастан сендерді кешірді. Алла мүміндерге үнемі жақсылық жасаушы шексіз шарапат иесі. Сонда сендер ешкімге бұрылып қарамастан, бас сауғалап қашқан беттеріңе майдан даласынан ұзап кете бардыңдар. Сол кезде Алла елшісі арттарынан дауыстап шақырумен болған еді. Міне осынау қилы сәтте уыстарынан шығарып алған олжаға және бастарыңа келген ауыртпалықтарға бола қапаланбас үшін Алла сендерді мұң үстіне мұңға батырды. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Содан кейін ағат кеткен істеріне өкінген бойда кері қайтып, тауды паналаған Алла елшісінің маңайына жиналдыңдар. Алла бастарыңа түсірілген мұнша мұнмен ауыртпалықтың артынан бойларында билеген қорқынышты сейілтіп, жан тыныштығына бөледі. Сөйтіп араларындағы шынайы мүміндер тобын жеңіл ұйқы басты. Ал енді бір топ мұнафықтар қара басын қамын жеп, Алла хақында жахилият дәуіріне тән шындыққа жанаспайтын небір ойлардың шырмауына түсті. Олар бұл қолбасшылық ісінде біздің қандай да бір ықпалымыз бар ма өзі дейді. Оларға бар билік бір Алланың қолында деп айт. Негізінде олар саған ашып айтпайтын нәрселерін іштеріне сақтауда. Сондай-ақ өзара қолбасшылық ісі біздің қолымызда болғанда, дәл осы арада қырғынға ұшырамас едік деседі.
оларға тіпті үйлерінде отырсаңдар да араларындағы дәм тұзы таусылып ажалы жеткендер өлетін жеріне қарай бет алар еді деп айт. алла көкіректеріндегі ниет пиғылдарын мен басқа да сезімдеріңді сынап, жүректерінде иманды әр алуан уәсуәса мен күмән атаулыдан арылу үшін бастарыңа осындай ауыртпалық түсірді. алла құлдардың көкірегіндегі бар сырды біледі. шынтуайтында екі қол Ухудта бетпе-бет келген күні араларының жонын беріп алды-артына қарамай қашқандардың істеген бірқатар күнәлары себепті шайтан олардың аяғына шалып сүріндірмек болды. Соған қарамастан алла оларды есіркеп кешірді. Шүбәсіз алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Халим, қателік жасаған, күнәға батқан құлдарын бірден жазаламай тәубелеріне келу үшін мұрсат беретін өте сабырлы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.